Бүгін сіздермен өте тез дайын болатын тіске басарды жасап көретін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап көріңіздер. Бізге тек лаваш, ірімшік және де жұмыртқа қажет. Ірімшігімізді үккіштен өткіземіз. Лавашымызды теңдей 3 бұрыш етіп бөліп аламыз. Жұмыртқамызды араластырып, лавашымыздың бетіне міндетті түрде жұмыртқамызды жағып аламыз. Одан кейін үстіне ірімшігімізді қойып, тура осы видеода көрсетілгендей етіп ораймыз. Міне осылай тез арада дайын болады. Біз тіске басарымызды ешқандай майсыз табаға екі жағын қыздырып аламыз. Міне осындай сырты қытырлақ болып өте дәмді болып шығады. Балалардың ең сүйікті асы. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ас болсын.